keyin sabaq o'rnimizga joylashamiz. Nima debsini estidik? Jambil. Nima debsini estidik? Dұрыс бала. Рахмет. Ал жел болғанда желдің дыбысы қандай болады екен? Қандай дыбысын жасап көрейікші? Қандай? Ой, тамаша. Қандай дыбыс шығарады екен? Тамаша. Олай болса, бүгінгі сендермен дыбысын әрпімен танысамыз, балалар. Сабақта біз сіздермен қандай дыбыспен таныстық? Қол көтереміз. Жансен тұра ғой. Мен әрпімен таныстық. Тамаша. Ал енді өткен сабақты шолу үшін мына жерде кіржайғыштыр. Осы кіржайғышқа балалар Л әрпі бар. Ортасында, аяғында кездесетін сөздерді кіржайғышқа ілу керек болады. Кім келеді екен мына жерге? Кім келеді маған? Кім келеді? Келеді болады. Келе қоймен қасына мына жерге тұр екен келеді. Кім екен? Шолпан, я кім? Шолпан, ілеміз, іле ғой. Кіржайғышқа іле ғой осылай ұстап, міне былай іле ғой. Шолпан, отыра ғой орнына. Балалар сөйлейміз, я? Кім екен? Лекер, іле ғой. Улы әрпі сөздің қай жерінде кездесіп тұр? Сөздің басында. Тамаша. Жақсы, отыра ғой. Келесі кім шығады? Әрінің ішінде? Гүл. Тамаша, отыра ғой орнына. Тағы кім шығады екен? Бұл не екен? Сәукеге, дұрыс. Улы дыбысы қай жерде кездеседі? Сөздің соңында. Сөйле. Сырғышты ал. Міне жерге. Әкел. Тамаша, отыра ғой. Осы көп туымызды әлемге әйгілі қылған чемпиондарымыз бар екен, я? Сол чемпиондарымызды еске алып, қарайық. Сейілхан әке мен Сырлыгүл ананы тағдыр талай сынақ қалғандай. 2 жылдан соң дәрігерлер денсаулығын шақырды. Кім екен ол? Спортшы. Балалар, спорттың қай түрі екен? Неше буын? 1 буын. Ал енді дыбыстық талдау жасап көрейік. Тақтаға қараймыз. Ал қарайықшы. Т дегенде қандай дыбыс болды? Дауыссыз. У қандай дыбыс болады? Қандай дыбыс? Дауыссыз. Дұрыс бала, сендердің айтып отқандарын мына жерде қараңыздар. Кей кезде балалар қарайық. У дыбысы бұл жерде қандай дыбыс болып тұр? Дауысы. Қандай? Дауысы. Балалар, у дыбысынан, мына у дыбысының алдында қандай дыбыс келді? Дауыссыз. Дауыссыз дыбыстан кейін у қандай болады? Дауысы. Ал қараңыздаршы мына жерде. Ал, мына сөз алайықшы. Қандай сөз? Ау. Қайталайық. Ау. Дыбысқа бөлейік. Буынға бөлейік. Ау. 1 буын. Неше әріп? 2 әріп. Ал мына жерде қараңдаршы. Қандай дыбыс? Дауысы. Қандай? Дауыссыз. Байқадыңдар ма балалар өзгешелікті? Байқадық па оңар? Бірде дауысты, бірде дауыссыз. Тіпті өзінің суреті көрініп тұр. Қараңыздаршы. Бірде дауыссыз, бірде дауысты болады екен. Оның тамаша, өте жақсы. Мына жақты қарайық. Жарайсыңдар. Өте екінші қатар.
Білесіңдер, ол дыбысын неше түрлі заттармен жасап көрдік. Ал қазір біз сіздермен осы тұрған у дыбысы мен әрлеріміз. Яғни ол бізде бірде қандай болады? Дауыссыз. Бірде дауыссыз. Сонда біз жартылай алып не істейміз оны қазір? Бояймыз. Әнеке көрсетейікші. Көрсетеміз. Тамаша, жарайсыңдар. Болса мен сізге арлы балаға жарайсың деген мынадай туларды беретін боламын әр балаға. Мынадай туларды таратып беремін. Таратып берейік. Сандыржанның ішіне қайталаймыз. Бірде дауыссыз, бірде дауыссыз, жоғары жақтан мына дәптердің жоғарғы жағындағы міне ирек, жоғарғы жақтағы ирекке көтереміз. Міне осындай элемент, ол бірінші элемент. Қараймыз, Ернар. Жоғарғы жағындағы элемент. Екінші элементті дәл осының тұсына ілгек ретінде жоғарыдан төменге қарай көтереміз. Тағы да жоғарыдан төменге қарай көтереміз. Үшінші жолға енді осы екі элементті қосамыз. Мұқият қараңыздар. Бұл бізде у дыбысы мен әрпі. Мен не істедім жаңа? Не істедім? Ол менде не болады? Тамаша, әріп болады. Әріп басты. Дәл солай кіші әрпін жазамыз. Төмен жоғарғы жақтан ілгек, және де жоғарғы жақтан ілгекті төменге қарай түсіріп қайыстырамыз. Енді екі элементті қосамыз. Қараймыз. Мынау әріп бізде у әріпі. Бұл кіші әріп. Енді планшетімізді дайындап, элементтің түсірейік. Жарайсың. Тамаша. Тамаша, жарайсың. Жақсы жазған үшін мен екеуден. Өте жақсы жазған үшін мен сізге екеуден беремін. Екеуден бағалым. Тамаша, жарайсың. Лаула, алау, лаула. Алаула. Алау. Алаула. Аула. Аула. Лаула. Тамаша. Аула. Ағырай. Аула. Тамаша. Лаула. Өте жақсы, жарайсың саған. Да бір күшті берді. Аула. Лаула. Аула. Аула. Тамаша, жарайсың.